Братан, точно білмейсің бе? Ей, білмеймін, қоя қойшы. Білмесең басқа маймылдан сұрап көрейін. Не дейсің? Ой, ата несіне әуре болдыңыздар, күтіп алып құрсын. Ой, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, амансыздар ма, жақсыздар ма, денсаулықтарыңыз қалай? Ой, әже шай дайындап қойсыз ғой маған. Оппана. Сөйтіп ана кімдер бар? Қоя. Шымкент Өзбекстан бағытындағы самолет бесінші жолға келіп қалудағы. Саламатсыздар ма, не қалайсыздар? Мен сені қалаймын. Сіздерде борыш бар ма? Қандай борыш? Отан алдында. Маған бересің, иіс күшті екен. Олардың бағасынан басың айналады ғой. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Иә. Сіздерде лағман бар ма? Қандай? МК-сы. Қумаш сағандай болды. Жігіттер қойсаңдаршы, болды. Нормально заказ берейік та. Болды. Маған бір күріш бересіз ба? Сірейсім. Заказдарыңыз қабылданды, қазір 20 минут күтіңіздер. Нас нема, асықпай жиетесің бе? Иә. Малдар. Сенің BMW айдайтын досың. Айтайын бар ғой, ақшаларың жоқ па, BMW-ға жоламай ақ қойын деп. Айдандырын салдырған 14 баздарыңды. По идее, BMW кезінде самолет шығарған ғой. Кейіннен ғой машина шығарған. Әділет, телефоныңды берші. Ай, бой! Жүректе ғой, шіркін жүректе ғой BMW. Алло, Сергей, здравствуйте, это я, Адлет. Да, BMW. Сегодня работаете, да? Что там BMW қалай? Алдында тура осы машина айдап жүрдің ғой? BMW-дан кейін басқа машина мінгім келмейді екен бар ғой. Әлемде дейді екі машина бар. Біріншісі BMW, екіншісі қалған машиналар ғой. Алло, бүгін BMW-ның сходкасы бола ма? Қош бола ма не? Барып тұрық қой. Қымбат достар, көреміз. Сенің ажырасып кеткен досың. Сен неге осы Нұржамал ала салмайсың? Нұржамал ма? Иә. Екі баласы бар ғой? Сен де не подарксың ғой? Болмаса қалауымға бар. Кетейші, одан Нұржамалды алмай ма? Бір саусақ шегеге бермей темекі алу керек еді. Сен бұрын қатынды көріп қалдың көшеде. Жақтан? Көшеде. Бір салоннан шығып келатыр, сөйтсем соныкі екен салон. Ойбай, бір күшті машина баған, сенен кетіп баға ашылған ғой қатынның. Асылынан Друквапуртқа фото қойып дейші. Друквапурт деймін. Арухан, самый главный ата-ананы сыйласа болды. Махаббат екінші орында. Сосын түріне барып алма. Ас киіп ішпейсің, түсіндің бе? Алло, саламатсыз, ломбард ба? Обручалканы тапсырайын дедім ғой. Алапа, қош келіп жатсыздар. Мен келіншегім. Сіздерге де осындай келін жұғысты болсын. Шай қойын ба? Ой, қандай күшті келін, бізге де бұйырсын, ең бастысы адал болсын, алдындағыдай емес, сөз қайтармайтын, дікең етпейді деп. Қош болды. Енді дұрыс қой, енді алдында әкпелдік еді ала деп. 500 қалай төлеймін? Так, интересно, где наш парень? Қой болды, жатайық құрсын, ертең таң атпай мал базарға баруымыз керек. Давай, жақтар бәрін, бол. Қазір көріп салайшы, қызық болып. Не айтып жатыр өзі? Дауысын сәл шығарайшы. Мен саған не айттым, ёпты ваймайттың баласы? Мен ештеңе естіп атқан жоқпын, менде контузия. Мектептегі қызықтар. Тыныш отырсаңдаршы. Классқа новыйдан қыз келеді, аты Аделина. Аделина? Соска қыз болып тұр ғой, Крест сындырып алайын деп тұрсың, ондай қыздар. Мен ақтамам, екі өтсіңдер ма? Класс общий, салам алейкум. Тіліндар. Ой, былай тұрш. Класс кітап дәптерлерімізді аламыз. Фу, емане, тердей шығып кетті, қайсыңдан? Не тыңдап отырсың, бейші тыңдап көрейік. Мә, ала бейші, құлақ деген сып қалған екен ғой, ұмытып кете берім ғой қайдағы. Бас тыныш, мен жаттау отырған шығарым бәлкім. Не қалып ойсын баш? Монғолияның қызы, дәл осылайдан кіріп кетем қош ек, ойлаңдаш. Кіріңдер класстарыңа. Қалған келесі сабақта айтып берем, кеттік классқа.
аяқ асты машинасын сататындардың әңгімесі. В общем, бүгін мына машинаны колесаға салам. Жақсы бір мойка іздеші. братан, машинаны сатамын деп жатыр едің ғой. Оны сатқаннан не машина алам? Машина деген удай қымбат қой. Кеше колесаға кіріп көріп едім. Айдағы бағаны сұрап тұр ғой. Салдырлап қалған ең нашар деген Opel'дердің өзі 500-600 мың сұрап тұр ғой. Братан, мына поликке салатын қағаздарын бермейсіңдер ма? Бітіп қалды, братан. Ой, сатып қалатын кезде сендер де өшесіңдер ғой. Сен боялған, асы шіріп жатыр. Ана ходовкілер кетіп жатыр. Мен қатси, братан, алмаймын, ренжімейсің. Братан, ал дейді. Алмайтын болды. Үшін қалтасында ше көк тиын жоқ. Өз минустарыңды айтып, миың тақтай қып тұрады ғой сен. Інім сен бүйтсең мына бір жақсы, жарығы бар көше тауып алшы. Освещениесі мықты. Неге? Мына машинаны суретке түсіріп колесаға салып жіберейік та бүгін. Айта бер. Машина не минус бар енді, братан? Ой, машинада ешқандай да минус жоқ. Тек бірақ анау свечасы пырт деген дауыс шығып тұр. Оны өзіңе ауыстыра саласың ғой, 1000 теңге тұрады. Болмаса ауыстырып берейін. Болмайтын нәрсемен айналысатын орталық. Сен жоқ қой, Саламатсыздар ма? саламатсыз. Сіз деген келісіміңіз бар да? А? Айта бермесе. Ананы білесіз ба, мысалға сіз жан досым, екі бетіңнен. Действительно, қуады кезіндер ғой сендер, а? Ассалаумағалейкум. Ажырасайын деп келіп отыр маған. Ойбай, не болып болды? Кеше қатынды гориллаға жібергем, көті қызылына келіп беріп тұр. Қызыл емес па, горилланың көті деген қып-қызыл болмай ма? Ей, мынандай горилланың астында қызыл бал соны айтып отыр. Оны соны айтып, мен шынын айтып отырмын ғой. Сен шынымен ажырасайын деп отырсың ба енді? Балалар қалады, ертең мектепке барған кезде балалар деген айналайын-ау, бетіне басады ғой, ажырасып кетті. Не? Болады әңгіме айтып отырсың ғой? Дұрыс қой, мен қарындасымды алып отқан жоқ па бұл? Арыз жазайын деп келіп отырмын. Кімге арыз жазайын деп отырсың? Итіме. Міне жұмыс басталды. Болмай. Көшеде маған емес итіме жапсақ қыздардың бәрі. Итке ма? Ит па? Ит ол соншама адам жабысатын, көрсетші кәне. Мектептің артындағы қызықтар. Имашек, шатырым тайып тұр ғой істеп тұрған тіршілігіне ше. Брачка сен әлі тұрсың ба? Барсай бар. Бағана жұмсадың ғой сен шушняққа. Не болды сонша ашулансың? Ашуланбай, қалай ашуланбайсың? Ана алуаң істеп жүрген тіршілігі ғой. Не болды алуаға енді? Ағам ретінде қарайым деді та маған ше. 10-шы класстағы Нұрдәулетпен жүріп кетіп тұр ғой өзі. Неге ашуланып тұрсың? Басқа мектепте қыз көрмейсің? Сонша бір алуаға жабысып қалған деп? Жоқ, басқа қыздар бар ғой. Просто жаңағы подаркымды ойлап тұрмын ғой. Не подарка? 8-ші мартта мен оған 2000 теңгеге подарка бердім ғой. Маманы зарғақ сатып жүріп алып алдым да ақшасын ше. Тоқи бердім ғой, күшті шығып тұратын. Сосын блокнотпен ручкасын бердім ғой бірге. Ата-ана магазин сустек жоқ дейді. Жоқ болса барсай басқа магазинге. 10 минуттық қоңырауға үлгересің ғой. Бірақ обал болған екен алуанка. Дұрыс емес вообще. Сол вообще дұрыс емес қой, мысалы қарап отырсаң ше. Келесі кім сабағы өзі? Сіздің сабағыңыз ғой ағай. Сендер признавать етпей кеткенсіңдер ма? Не уже мен сабағында жүр. Хош. Тұр шайың ішелді, обед болды. Әкеңнің жұмыртқасын қуырып қойдым, магазиннен алып келген. Қазір тұрам. Тұрса енді кеш болды ғой, енді күн қарайғанша ұйықтап түнімен қаңғырасыңдар, күнімен ұйықтайсыңдар. Осы күнге дейін қаншама достарым өзінің қыздарына сөз салып жатыр. Мен де достарымнан қалмайын деп, кезек маған келген сияқты. Олай болса, біз де кеттік. Жұрттан қалмайын деп. Қызым боласың ба? Құмаш, жоқ. Жоқ деді. Жоқ деді. Сізбе азамат, қайырлы күн. Сіздің біздің банкке қарызыңыз бар екен. Да. Естеріңізде болсын. Мен анамның ақ сүтінен басқа ешкімге қарыз емеспін. Арбаңдамай төлеңіз, болмаса сотқа береміз сізді. А? Төлейм ғой. Көп керек емес маған сенен тей. Абай, кеш қалдым. Өзімізге кіруге бола ма? Кір, отыр. Не кешігімсің? Осымен болды, түсінікті қоя сабақ барлықтарыңа. Жоқ абай, қайталап жібересіз ба? Басында тыңдау керек еді соны, айнаға қарап отпай. Ой, білә. Түсінбедім, не дейсің Сәрсенбаев?
Ой, біле, соны тыңдау керек еді деймін, апай. А, мен көтіңді айырам деп естіп қалдым. Жарайды, я кете беріңдер бәрі.